начали это направление. Біз бірегей бағытты зерттейміз. Нақты айтар болсақ, лазерлік материал тану. Ол біз қолданатын фемтосекундтық лазер. Яғни фемтосекундтық дейтін сөз бұл лазердің импульсы, яғни өте кішкентай уақыт аралығында. То есть это некий такой хай-тек. Бұл бүгінгі ғаламдағы жаңалық деуге болады. Біздің көзіміз ол 400 және 800 нанометрдің аралығында көреді. Вот эта установка, да, о которой я говорю, она действительно уникальная. Қазақстан мен бұрынғы Кеңес одағы елдерінің аумағында дәл осындай қондырғы болмаған деп толық сеніммен айта аламын. Иә, бұл 20 ғасырдағы маңызды өнер табыстардың бірі. Ғылымдағы үлкен жетістік лазер адамзаттың өркендеуіне, қоғамның дамуына, қоршаған ортаның өзгеруіне әсер еткені рас. Лазерлік сәулеленудің бірегей қасиеттері оны ғылым мен техниканың сан алуан салаларында тиімді пайдалануға қолдануға берді. Лазердің көмегімен тіпті жер көлемін де өлшей аламыз. Бүгінгі таңда лазерлік таяқшаларды көрген адам таң қалмайтын анық. Қазақстанда лазерлік технологиялар қалай пайдаланылады және аталмыш бағытты дамытудағы мақсат қандай? Осы және өзге де сауалдардың жауабын Labs.kz бағдарламасынан біле аласыздар. Бұл Қазақстан ғылымының жетістіктерін түсінікті тілде жеткізетін жоба. Лазер термині антикалық дәуірде қолданыста болған. Ол кезде кептірілген дала жалбысының сүт шырыны дәл осылай аталған. Гректер мен римдіктер оны дәрілік шөп ретінде пайдаланып, Аполлонның сыйы деп бағалаған екен. Лазердің бағасы да қымбат болған. Осы орайда Юлий Цезарь азамат соғысы басталғанда қоғамдық қазынадан алтын мен күміспен қоса жарты тонна лазерді басып алғанын айта кеткен жөн. Лазер ағылшынша laser, яғни light amplification by stimulated emission of radiation. Ынталандырылған сәуле шығару арқылы жарықты күшейту деген мағына береді. Лазерді оптикалық кванттық генератор десе де болады. Орта мектептің физика курсынан атомдағы электрондардың әртүрлі деңгейде қозғалып жүретіні белгілі. Электр бір деңгейден екінші деңгейге өткенде жарық толқынын шығарады. 20 ғасырдың ортасында ғалымдар ойлап тапқан лазер адамзат өмірінде электр қуаты немесе радиосында ойып тұрып орын алды. Жаңа өнеркәсіптік технологиялар, байланыс және ақпаратты жазу техникасындағы дүмпу, медицина мен іргелі ғылымдағы жаңалықтар, термоядролық синтезден бастап, нанотехнологияларға дейін барлық салаларда лазерді белсенді пайдаланып жүргеніміз рас. Что такое лазерный материал? Это лазерлік материал тану дегеніміз не? Ол материал қасиеттерін өлшеу мақсатында лазер мен лазерлік технологияларды пайдалану. Осы орайда негізінен материалдардың физикалық қасиеттері, жылулық қасиеттері, құрылымдық қасиеттері және химиялық қасиеттерін анықтаймыз. Иә, ол қатты денелі немесе сұйық болуы мүмкін. Ал біздің мақсатымыз бір ғана бағытқа тоқталмай, материал қасиеттерін жан-жақты зерттеу екенін атап өткім келеді. Университетте лазерлік технологиялардың сан алуан түрін топтастырдық. Яғни ядролық энергетика, биомедицинадан бастап электроника, мұнай саласы мен материал тануға дейін қамтуға тырысамыз. Лазерлік технологиялардың метрология саласына да әсер еткені хақ. Иә, бір кездері айшылық алыс жерлерге дейінгі қашықтықты дәлме-дәл өлшеп айту ғажап ертегіде ғана болады деп ойлайтын еді. Ал қазір ай мен жердің арасы қанша сантиметр екенін де нақты білеміз. Өнеркәсіпте лазерлік микроэлементтердің көмегімен мінсіз өлшемдер жасалады. Лазер жылдам әрі аз уақыттың ішінде сұйық металдың температурасын, теңіз тереңдігіндегі атмосферада зиянды заттардың шоғырлануын анықтап, бактериологиялық ахуалды талдауға мүмкіндік береді. Айтпақшы, қарапайым лазер монохромды болып келеді, ал ақ түсті лазер қызыл, жасыл, көк түстерді үйлестіру арқылы алынады. Назарбаев университетінің қауымдастырылған профессоры Жандос Өтеғұловтың лазерлік материал тану саласын зерттеп жүргеніне біраз уақыт болды. Ол Алматыда ғалымдар мен ұстаздардың отбасында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика факультетін тәмамдаған. Ол жастайынан оқу білімге, ғылымға құштар болды. Жандос ақштың беделді университеттері мен ұлттық зертханаларында тәжірибе жинады. Атап айтсақ, Айдахо штатының ұлттық зертханасы, Небраска Линкольн университеті, стандарттар мен технологиялар ұлттық институты мен Цинциннати университетінде зерттеу еңбектерін жазды.
PhD алды, туған жерге оралды. Міне 10 жылдан астам уақыттан бері ол осы бірегей бағытты дамыту жолында тер төгіп жүр. Мы начали это направление. Біз бірегей бағыт лазерлік материал танумен айналысамыз. Оны индустрияда тиімді пайдалануға аса мән береміз. Нано және микрометрлік масштабтағы қатты күйдегі материалдардың жылу тасымалын бақылау, олардың ядролық және термоядролық реакторлардан бастап термоэлектрге, наноэлектроникаға, электрохимиялық жинақтағыштарға және биомедициналық технологияларға дейінгі жылу ағынын басқарудың әртүрлі қосымшаларына, одан әрі бейімделу үшін қажет. Жылуды кішігірім кеңістік тереңдігінде беру тәсілдерінің бірі жоғары қуатты үдеткіш бөлшектермен зарядталған материалды нығыздау. Бұл әдіс жалпы материалдардың зақымдануына ықпал ететініне қарамастан, жылдам ауыр иондармен сәулелендіру материалдардың жер үсті аймағындағы жылу өткізгіштігін бақылайтын, жоғары бағдарланған латентті тіректерді қалыптастырады. Айта кетерлігі, Жандос Өтеғұлов бастаған топтың дайындаған сәулеленген материалдағы беттік жылу өткізгішті алдыңғы қатарлы лазерлік өлшеудің нәтижелері атты еңбегі әлемге танымал беделді басылымдар мен ғылыми журналдарда жарияланған еді. Бұл біздің құрылғымыз жұқа материалдың немесе материалдың қалыңдығы әртүрлі материалдардың жылу өткізгіштігін өлшеуге арналған құрылғы. Бұның ең бастысы әрине қыздыру құралы, ол біз қолданатын фемтосекундтық лазер. Яғни фемтосекундтық дейтін сөз бұл лазердің импульсы, яғни өте кішкентай уақыт аралығында, яғни 10⁻15 дәрежесіндегі секунд. Мысалға 10⁻9 дәрежеден деген сөз ол миллиардтың 1/1 бөлігі, ал 10⁻15 дейтін сөз ол дағыда триллионнан да кішкентай аралық. Бұл жақтағы ең басты мақсат ол материалдың, мысалға әсіресе бізде нанометрлік, яғни қайтадан алатын болсаңыз, мысалы біздің шашымыздың өзі микрондаған қалыңдық, ал немесе миллиметрді қалыңдық десек болады. Ол яғни көзге көрінетін, қолға ұсталынатын қалыңдық. Лазерді көпшілік фантастикалық фильмдерде кездесетін болашақтың ғылымы ретінде қабылдайтыны рас. Осы орайда әлемге әйгілі жұлдыздар соғысы блокбастерін атап өтуге болады. Бұл фильмнің кейіпкерлері де лазерлік қылыштарын қолдарына алып шайқасты емес пе? Сонымен осыдан біршама уақыт бұрын тылсым күшке ие ғажайып құрылғы саналатын лазер қазір заманауи ғылымның көптеген салаларында қолданылып жүр. Тіпті күнделікті тұрмыста да оны кездестіреміз. Бүгінгі таңда лазердің белсенді дамып жатқаны анық. Жыл сайын олардың жаңа түрлері пайда болып жатыр. Атап айтса химиялық, эксимерлік, жартылай өткізгішті және электронды лазер. Соның бірі осы титан сапфир фемтосекундтық лазер. Ары қарай бұл лазер ол жай ғана қыздыру көзі, яғни оның ең басты мақсаты материалды қыздыру. Жалпылай жылу өткізгішті қараған кезде біз яғни физикадан білеміз. Ол бір материалды сіз қатты қыздырасыз, яғни бір ыдысқа немесе бір нәрсеге салып, және оны суытасыз. Яғни материалдың бір жағынан ыстық жағы, екінші жағынан салқын жағы болу керек. Және жылу дейтін, яғни сол фонондардың қаншалықты тез таралу уақытына немесе тез таралуына байланысты біз материалдың қаншалықты тез жылу өткізе алатын, немесе жылуды нашар өткізе алатын білеміз. Яғни ең басты мысалдардың бірі ол металл, яғни немесе әлемдегі ең жылу өткізгіші жоғары материал ол алмаз, одан кейін металдар, ал жылу өткізгіші төмен материалдар олар пластик, немесе де полимерлер әртүрлі, яғни әрбір материалдың өзінің қасиеттері бар. Лазердің қалай жұмыс істейтінін анықтау үшін алдымен оның құрылымымен танысқанымыз жөн. Негізінен мұны былай суреттеуге болады. Ішіне қатты кристалл, көбіне рубин орнатылған түтікше салынады. Оның шет жағына мөлдір екі әйнек қойылады. Электр орамасының әсерінен кристалл атомдары жарық толқындарын шығарады. Бұл толқындар бір әйнектен екіншісіне ауысып отырады. Профессор Өтеғұловтың командасы лазерлік технологияларды пайдалану арқылы майда құрылымдардың жылу өткізгіштік қасиетін зерттейді. А что если у вас стоит задача замерить теплопроводность на очень маленького объекта, например, тонкой пленки или какой-то наноструктуры?
белгілі бір нано құрылым немесе жұқа қабықшаның, яғни шағын ғана нысанның жылу өткізгіштігін зерттеуді қолға алдық. Мәселен, көлемді материалымыз бар делік. Аталмыш материалдың бет үсті қасиеттерін өзгерттік. Ол материалды ион шоғымен сәулелендірдік. Сонда көлемді материалдың қасиеттері өзгеріссіз қалды. Алайда бет үсті жағы өзгеріске ұшырайды. Сонда мынандай сұрақтың туындауы заңды. Біз жылу өткізгішті, нақтырақ айтсақ, бет үсті жағын қалай өлшей аламыз? Иә, мұнда дәстүрлі әдісті пайдалануға болмайтыны анық. Осы орайда жетілдірілген тәсілдер қажет екеніне көз жеткіземіз. Яғни біз лазерлі құрылғыны қолданамыз. Ол ағылшынша Time Domain Reflection деп аталады. Қазақ тіліне аударатын болсақ, уақытша шкаладағы жылу шағылыстырғыш. Бұл әдіс тәсілдің мән мағынасы неде? Мәселен, сіз фемтосекундтық лазерді пайдаландыңыз. Бұл жылдамдығы жоғары лазер саналады. Оның импульсінің ұзақтығы шамамен 100 фемтосекундты құрайды. 1 фемтосекунд дегеніміз ол 1/10, яғни бір импульстың ұзақтығы триллион секундтың 10-1 үлесі. Қасқағым сәт деп осыны айтуға болады емес пе? Оған қоса бұл импульстардың барлығы секундына 80 миллион импульспен ұшатынын ескерген жөн. Қазір электроника, нанотехнология тағы басқа салаларда жаңа материалдардың қажеттілігі туындап отыр. Осы орайда Назарбаев университетінің ғалымдары ядролық реакторларда қолданылатын материалдардың температуралық қасиеттерін зерттеуді бастаған еді. Фукусима, Чернобыль атом электр станциясында болған апаттан кейін реакторлардағы температураны бақылау және жоғары температураға шыққан кезде материалдың өзін-өзі ұстауы, өзгерісін анықтау ғалымдардың басты нысанына айналды. Қазіргі кезде үлкен пештерді қолданбай-ақ, лазердің сәулесі арқылы сол қасиеттерді шығаруға мүмкіндігіміз бар дейді жас ғалым. Лазер бірінші екі осы поляризаторлардан өтеді. Яғни поляризаторлар не үшін керек? Лазердің біздің поляризациясын, яғни поляризация деңгейін білу үшін. Ол өте маңызды. Себебі поляризация, жарықтың поляризациясы ол қаншалықты жарықтың қай жақта бағытталғанын бізге көрсетеді. Ары қарай бұл жақта екіншісі ол изолятор, яғни мысалы лазер дейтін ол нұр ғой, сәуле, ол қаншама бұл жақта әйнектерден шағылған кезде ол қайтадан артқы өз лазерға кетпеу керек, себебі ол лазердің өзінің қасиеттерін құртады. Бұл изолятор әдейі лазер сәулені лазерге қайтадан жібермес үшін қолданылады. Ары қарай мынау бізде тұрған ол әйнектер, яғни бұл лазердің тоқым ұзындығы ол 785 нанометр. Біздің көзіміз ол 400 және 800 нанометрдің аралығында көреді. Жоғарғы, яғни ұзын тоқым ұзындығы ол қызыл түсті. Яғни біз қазір көзіміздің андай шегіндегі сезімтал тоқым ұзындығында жұмыс істейміз. Бұл жақта тағы да басқа ол мәселе, бұл тоқым ұзындығында біз материалымызды керекті температураға шейін қыздырамыз, және энергиясы ол фотондардың онда қатты жоғары емес. Яғни оны материалды бұзбас үшін. Осы орайда жас ғалым Азат Абдуллаевқа бөлек тоқталып өткеніміз жөн. Кезінде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарын шулатып, білімімен көпшілікті тәнті еткен вундеркинд Азат 14 жасында жоғары оқу орнына түскен болатын. Ал 23 жасында ол Ирландияда докторлық диссертация қорғады. Диплом алған соң елге оралып, отандық ғылымның дамуына сүбелі үлес қосып, бірегей қондырғыны жасауға атсалысты. Вот эта установка, да, о которой я говорю, она действительно уникальная. Бұл қондырғының бірегейлігі неде деген сұраққа жауап берейін. Біріншіден, ол ғылыми жағынан болса да, технологиялық жағынан болса да тиімді саналады. Екіншіден, оның қамту аумағына назар аударыңыз, яғни оны микро және нано шкала бойынша сан алуан материалдардың жылу өткізгіштігін зерттеуде қолдануға болады. Үшіншіден, Қазақстан тіпті бұрынғы Кеңес одағы елдерінде дәл осындай қондырғы жоқ деп сеніммен айта аламын. Демек, біздің бәсекеге қабілеттілігіміздің артуына ықпал етіп отыр емес пе? Әрине, мұндай қондырғы батыс мемлекеттерінде, Еуропа немесе Америка құрама штаттарында, Жапонияда бар. Осы орайда Қазақстанның әлемдегі ірі ғылыми орталықтармен серіктестік орнатуына жол ашылды. Профессор Өтеғұловтың командасы лазердің күнделікті тұрмыста, жұмыста пайдаланылуы туралы ұзақ әңгімелей алады. Тіпті лазерсіз компьютеріңіздің өзі жарамсыз болып қалады дейді олар. Осының өзі аталмыш саладағы зерттеулердің қаншалықты маңызды екенін дәлелдей түседі.